Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Есенғазина Белла Баймұхамедқызы. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы түбір сөздердің жазылуы. Бүгінгі дәрісіміздің түбір сөздердің анықтамасын түсіндіру, екінші қосымшалардың жазылу емлесін түсіндіру. Түбір сөз дегеніміз сөздің әрі қарай бөлшектеуге келмейтін, мағына беретін ең түпкі бөлшегі. Көп буынды түбір сөздер көбінесе бірыңғай жуан немесе жіңішке болып келеді. Мысалы, бала, жылқы, табан және көп буынды түбір сөздер аралас жуан және жіңішке буынды болып та келеді. Қызмет, мұғалім, қадір, кітап. Орыс тілінен енген сөздер негізінен орыс орфографиясы бойынша өзгертілмей жазылады. Авангард, алюминий, антоним, аудитория, брошюра. Көркем әдебиетте белгілі бір заманды суреттегенде немесе революциядан бұрын ақындардың шығармаларында осы күнгі орысша түбірі сақталып жазылатын сөздер өзгертілген түрінде берілуі мүмкін. Мысалы, майыр, ояз, Абай романында жандарал, генерал, сияз, съезд, Абай өлеңдерінде және тағы басқа жерлерде кездеседі. Бұқара, пікір, әкім, мекеме, қызметкер, араб, иран тілдерінен, сондай-ақ туыстас өзбек, қырғыз, татар тілдерінен енген сөздер қазақ тілінде естілуінше жазылады. Соңғы 10-15 жылдар бойы жазу практикасында кейбір түбір сөздер екі түрлі дыбысталуына қарай екі түрлі жазылып келе жатыр. Олардың бір варианты әдеби тілде әбден орнығып қалыптасуы шарт. Сондықтан мұндай сөздердің әдеби тілдегісі дегендері ғана сөздікке енгізіледі. Мысалы, қазір, қазір емес, міне, міне емес, ерегес, ерегес емес және тағы басқа сөздер. Түбірге жалғанатын бөлшек, яғни қосымша деп аталады. Қосымшалардың жазылуы. Қосымшалар негізінен сөздің соңғы буынындағы дауысты дыбыстың әуеніне қарай. Буын үндестігі бойынша я жуан, я жіңішке жалғанады да естілуінше жазылады. Еңбекшілеріміздің, жұмысшыларымыздың, кітаптың соңғы буынында у дыбысы бар орыс тілінен енген сөздерге қазақ тіл қосымшалары жуан жалғанады. Курсқа, автобусқа, институтқа. Соңғы буынында и дыбысы бар орыс тілінен енген сөздерге қазақ тіл қосымшалары жіңішке жалғанады. Кассирге, синтаксистік. Ескертулер: мен, пен, пас, қор, қой, нікі-дікі, гер, кеш, гөй, хана, тал, дар қосымшалары сөздің соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарамай осы күйлерінде ғана жалғанады. Кесемен, қасықпен, мақтанпас, пайдақор, колхоздікі, арбакеш. Фамилия жасайтын ев қосымша, ов, ев қосымшалары и дыбысы мен ш дыбысын аяқталған жалқы есімдерге жалғанады. Ев, ева қосымшасы жалғанғанда түбірдегі и әрпі түсіріліп жазылады. Қарабаев, Тәжібаев, Жабаев десек. Ов, ев жұрнақтар арқылы жасалған фамилияларға қосымша жуан жалғанады. Аймановқа, Аймановке емес, Антоновқа, Имашевтың десек. Ә әрпіне аяқталған немесе соңғы буында әрпі жазылған сөздерге қосымшалар жуан жалғанады. Кінәлау, кінәлау емес, күмәндану, күләнға, күләнге емес. Х дыбысына аяқталған сөздерге қазақ тіл қосымшалары әрдайым жуан жалғанады. Тарихты, цехқа, цехты, шахтың, шейхтар, рухы десек. Соңғы буында екі дауыссыздың арасында я дауысты дыбысы келетін орыс тілінен енген сөздерге қазақ тіл қосымшалары жуан жалғанады. Полякқа, полярдың. Орыс тілінен енген к, г дыбыстарын аяқталған сөздерге қазақ тілінің қосымшалары буын үндестігіне қарай жалғанады. Физиктер, физикке, педагогтар, педагогқа. Ескерту: рк, рг, ск, кт, нк деген дыбыстар тіркесіне аяқталған сөздерге қазақ тілінің қосымшалары жіңішке жалғанады. Паркке, парктер, киоскіге, фактіге. Жіңішкелік белгісіне аяқталған сөздерге қазақ тілінің қосымшалары буын үндестігі бойынша жалғанады. Яғни сөздің соңғы буыны жуан болса, қосымша жуан, соңғы буыны жіңішке болса, қосымшада жіңішке жалғанады. Календарды, календарға, гаваньға, гаваны, кабельге десек. Соңғы екі дауысының арасында жіңішкелік белгісі бар сөздерге де қазақ тіл қосымшалары буын үндестігі бойынша жалғанады. Вальсқа, вальсты, асфальтқа. Ескерту: кіл, бір тәрізді екі дауыссыз дыбыспен жіңішкелік белгісіне аяқталған сөздерге және жіңішкелік белгісіне аяқталған бір буынды сөздерге қосымша әрдайым жіңішке жалғанады. Ансамбльге, октябрьге,
ося десек. Соңғы буында дыбысы бар сөздерге қосымша жіңішке жалғанады. Дуэльге, дуэлі, дуэтке. Соңғы буында екі дауыссыздың арасында ю дауысты дыбысы келетін орыс тілінен енген сөздерге қазақ тілі қосымшалар жіңішке жалғанады. Полюсті, полюске, парашютке. Қосымшалар дыбыс үндестігі бойынша не қатаң, не ұяң, не үнді дауыссыздан басталып жалғанады. Сөздің соңғы дыбысы дауысты немесе үнді ұяң дауыссыз дыбыстар болса, қосымша үнді немесе ұяң дауыссыздан басталады. Терезеге, шамды, шамның. Сөздің соңғы дыбысы қатаң дауыссыз және БВГ-ді ұяң дауыссыздарының бірі болса, дауыссыздан басталатын қосымшаның бірінші дыбысы қатаң болады. Сөздің соңғы дыбысы с, з болып, оған с, ш дыбыстарынан басталатын қосымша жалғанғанда, оның соңғы дыбысы өзгертілмей жазылады. Жұмысшы, басшылық, ауызша. Ш дыбысына біткен сөздерге с дыбысынан басталатын қосымша жалғанғанда, қосымшаның басқы дыбысы өзгертілмей жазылады. Ішсең, күшсіз. Сөздің соңғы дыбысы қатаң п, к, қ болса, жалғанатын қосымшалар дауыстыдан басталғанда к, қ дыбыстары г, ғ дыбыстарына, ал п дыбысы б, кейде у дыбысына айналады да естілуінше жазылады. Күрек, күрегі, тарақ, тарағы, тап, табу, бақ, бағу десек. Энді, МП, КТ, НК, МБ, СК, ФТ дыбыстарына аяқталатын сөздерге қазақ тілінің қосымшалары дәнекер әріптері арқылы жалғанады. Фондына, штампылау, ромбыға, киоскіге, СС, ЛЛ, ММ, ТТ, ПП, ЗД дыбыс тіркестеріне біткен сөздер атау күйінде өзгеріс жазылады да өзгеріссіз. Оларға қазақ тілінің қосымшалары жалғанғанда соңғы дауыссыз дыбысы түсіріліп жазылады. Процентті, градусты белгілейтін таңбалары бар сан есімдерге де қосымша дефис арқылы жалғанады. Және қосымша процент, градус деген сөздердің әуенімен жалғанады. Жұмыстың 9% секундқа дейін жетті десек. СМ, СМ, ММ, КМ, га сияқты қысқарған белгілерге жалғанатын қосымшаларда дефис арқылы жазылады. Ұзындығы 10 сантиметрге 10 жуық сызық сызындар, 20 км-ден астам жер жүрдік, 500 га-ға жуық жер жыртылды. Ша, ше жұрнақтарынан кейін лале жұрнақ жалғанғанда алдыңғылар ш, ш түріне айналып айтылады да солай жазылады. Орысшалап, орысшала, орысшыла, қазақшала, қазақшылап айтқанда. Әдетте шылау жалғаулардан кейін тұрады. Мұндайда олардың көпшілігі бөлек, ал бірқатары дефис арқылы жазылады. Мысалы, біз әншіміз де, бишіміз де. Әңгімені келістіріп айтасың ақ дейтін болсақ, бүгін киноға барасың ба?